Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге дәл осындай болып шығатын тортқа арналған заварной кремнің рецептімен бөлісетін боламын. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен осылай отқа қоюға арналған ыдыстарыңызды алып, ішіне жұмыртқамызды саламыз, қантымызды саламыз. Қантымызбен жұмыртқамызды жақсылап араластыратын боламыз. Үстінен сүтімізді құямыз. Және салқын кезінде ұн немесе крахмал салсаңыздар болады. Мен оны описание бөлімінде қалдырып кетемін. Отқа қоймас бұрын бірінші осылай салқын күйінде жақсылап араластыратын боламыз. Ал мұнда отқа қойып, орташа отта, яғни кремдеріңізді қайнатасыздар. Осылай венчиктің немесе қасықтың көмегімен тоқтаусыз араластырып тұрасыздар. 10-15 минуттың ішінде дәл осылай қоюлана бастайды сіздердің кремдеріңіз. Қараңыздар. Видеодағыдай қоюланған кезде сіздер оттарыңызды өшіріп суытатын боласыздар. Кремдеріңіз тез суу үшін осындай екінші ыдысқа, темір немесе шыны ыдысқа дәл осылай кремдеріңізді ауыстыратын боласыздар. Пищевой пленкамызды алып, дәл осылай кремге жанастырып, бетін жауып, кремдеріңізді салқын жерге қойып суытасыздар. Кішкене суығаннан кейін холодильникке салып, мұздату қажет кремдеріңізді. Жұмсақ сары майымызды алып, осылай миксердің көмегімен миксерлеп аласыздар. Кішкене ағартып, ағарғаннан кейін ғана барып, жаңағы дайындап қойған суыған кремімізді холодильниктен алып, осы сары майдың үстінен салатын боламыз. Барлығын бірге осы миксердің көмегімен араластырып шығамыз. Сары майымызды толық араластырып, ешқандай түйіршік қалдырмай, дәл осындай қылып араластырып аласыздар, достар. Қараңыздар, мен лопатканың көмегімен жан-жағын жинадым. Дәл осындай крем шығады. Бұл кремді Наполеон тортына қолдансаңыздар болады. Медовый торттарға, жалпы барлық торттарға үй жағдайында қолдана беруге болады. Ал мұнда мен насадкамен қалай шығатынын осылай тарелкаға өрнектеп көрсеттім. Қараңыздар, өте әдемі, теп-тегіс. Қараңыздар, өте дәмді болып шықты. Мен бұны медовый тортқа қолдандым кремді. Сіздер де жасап көріңіздер.